Уақытынан бұрын жабуға ниет етсем бола ма? Болады. Ауызды бекіткенде уақыт айтпайтын шығарсыздар, 4:55-те ниет қылдым, 3:52-де ниет қылдым. Аузым жабық деп ниет қылыңыз, болды, жабыла береді. Уақытысында жабылады, бірақ сразу жабылмайды. Тіл көз рас па дейді, рас. Әйел адам тарауықты үйде оқыса бола ма? Күшті болады. Ақша берейін десем, тез жаттайды сүрені. Ақша беріп жаттатсам бола ма? Болады. Дұрыс па? Дұрыс. Бала бір нәрсеге қызығып, мақтасаң сәлде жасап жібереді, соның үстіне шығып кетеді. Бала сүре жаттап алады, соны пайдаланып, кейін барып үйреніп кетеді. Ештеңе етпейді. Беріңіз. Соңғы 2 жыл ғана ұстап едім ораза. Оған дейін ұстамаған оразаларымызға қарызбын ба? Оны қалай өтесек болады? Қарызсыз мойында тұра береді, өтілгенше кешірілмейді ол бәрі, кешіріліп кетті бітті. Кейбіреулер ұстамай ақ қойсын, бәлен деп айтады, жоқ, ол қарыз бәрібір Ханафи мазхабында өтелу керек. Бірақ қалай өтейін, мысалы 15, 13, 12, 13 жастан бері қарай қалай өтейін? Ұстай беріңіз, біреу. Мына ораза бітеді ғой, біткеннен кейін 1 күн ұстаңыз, 2 күн ұстаңыз, содан өтілсе өтеледі, өтілмесе сол бағытта боласыз. Неге тарауық 8 ракағат оқыған сүннет дейді? Хадисте келеді. Пайғамбарымыз туралы кітапты адамзаттың асыл тәжі деген дәретпен оқу керек пе? Дәретсіз оқыса болады. Пайғамбарымыздың діни кітаптарды бәрі, Құранның аяты арабша мәтіні жоқ кітаптарды оқыса болады, бірақ пайғамбарымызға деген құрмет үшін дәретпен оқысаң ұлылық болады. Голливудтың Энтони Куин деген оскароносный актері болған. Сол Энтони Куин Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыздың киносында кімнің рөлін ойнайды? Хамзаның рөлін ойнайды. Хамза пайғамбарымыздың әкесінің бауыры. Пайғамбардың түрін көрсетпейді, білесің шығарсыз ол кинода. Сонда жаңағы Энтони Куиннің сөзі бар. Пайғамбардың ағасы Хамзаны сонша жақсы көрдім дейді. Сол кісінің құрметі үшін дейді. Бұл өзі мұсылман адам емес. Хамза мұсылман. Соның құрметі үшін дейді. Мен сақалымды алмаймын деп шештім дейді. Ол сақалды кісі болған ғой Хамза. Соның рөліне кіргенде айтады, сондай тұлғалы кісі болған екен дейді да. Тура сол сияқты пайғамбарды сен құрметтеп кітабын оқығанда, дәретпен оқысаң, пайғамбарға Мұхаммед саллаллаху алейхи деген құрметіңмен сенің миыңа сіңімді, жүрегіңе қонымды, тіліңе жеңіл, көзіңе нұрлы, өміріңе сіңімді болады. Ораз адам шашыма химик. Химия десеш. Химик бедесе бола ма? Болады. Шашқа не істесең де өзің білесің. Бүйір алайсың ба, дайсынға саласың ба, өзің білесің. Шашың оразаға қатысы жоқ. Намаз оқымаймын. Тарауық намазын оқысам бола ма? Болады. Поларсын, тұздамын көруге бола ма? Болады, жұтпасаң. Ассаламу алейкум. Байқамай су ұрттап қойдым. Дереу тоқтадым. Қаза өте міндетті ма? Байқамай деген сөз 2 түрлі болады. Ұмытып, сәпсен басқа нәрсе, мен түсіндіріп жатырмын. Байқамай, басқа нәрсе. Байқамайды түсіндірейін. Мысалы, ораза екеніңді білесің, бет қолың жуаттың, аузың шайын деді, аузыңа су алғанда кетіп қалды. Бітті, 1 күн қарысың. Ораза бұзылды. Бірақ кешке дейін ораза сияқты жүре бересің, бірақ 1 күн қарысың. Біліп тұрсың өйткені. Абайсызда деп, байқаусызда деп осыны айтады. Ал енді ұмытып қалдың, әшейін біреу су ішіп отырды, әңгімесіп, соған сен де қызықтың да аузыңа бет алып, аузыңа тығып жеп қойдың. Ойбай, ораза кім дедің? Ораза бұзылмайды. Ораза кірпік жабыстырғанда шы. Жабыстыра берсін, кірпік жабыстыра ма, басқа нәрсе жабыстыра ма? Нағыз жабыстырғандарға құмар болдыңыздар осы. Жабыстырса өз жауап береді. Не шаруаң бар? Ораза ұстап отырма, оразасы қабыл болсын. Біз өзіміздікін ғана дұрыс санаймыз да, біреудікін жеп қойғымыз келеді. Ұстасын, қабыл болсын. Біз қазақты жақында атамай жүрсек, бәле болу, кірпіктікі қабыл емес, тырнақтікі қабыл емес деп. Қабыл бәрі, ұстай берсін. Кірпігімен де, басқасымен де анау. Кім деген бар? Танитын шығарсыздар. Бір бала бар, қыздың киім киетін, оның да қабыл ұстаса. Ауыз бекіттерді алдында сүрелер оқуға бола ма дейді. Жоқ, керек жоқ. Ауыз бектер сүре оқып, Құран оқып, елдің бәрін жатқызып, отырғызып, бәрін тұрымдарда Құран оқимын деп, Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ей деді болса бәрі тұрғызып, не болды бұл? Бұл не бұл? Құран оқу ма? Сен ауыз бектерде бүйтіп тұрып алып тұр, бисмилла, керек емес. Әркім өзі айтсын, менің өзім қалауым бар. Сенің өзің қалауың бар. Тасахару фа инна сухуру барака. Берекелі уақытта менің бір өзім айтамын. Неге бәрі Құран оқу? Жоқ ондай нәрсе жоқ. Дауыстап Құран оқыма. Үйдегілердің бәрін жапа-тармағай отырғызып, жоқ ондай нәрсе. Ассаламу алейкум. Қызымды құшақтасам, сүйсем, оразам бұзыла ма? Ниетім таза дейді. Сенің қызыңды, Құдай қаласа, үйленесің сол қызға, бағың ашылсын, үйленесің. Содан сенің бой жеткен қызыңды, 18, 19, 20-дағы қызыңды бір үйдің артына апарып, мен ниетім таза, былай, ондай не жоқ менде. Просто құшақтап алса, сен қарап тұрсаң,
қалай болады? Мамаңды бір еркек құшақтап жатса шығарып алып тұрып, приятно ма? Жақсы ма? Жоқ, жаман ниет жоқ оның. Ол жақсы ниетпен құшақтайды. Құшақтайды, үйдің артына апарып құшақтап алады, бірақ жаман ниеті жоқ оның. Қалай? Приятно? Жақсы емес, не нравится. Көрдің ба? Сен ниетің рөл ойнамайды андай кезде, ісің рөл ойнайды. Біреуді өлтірсең, ұрып өлтірдің. Бірақ сен жаман ниетің болған жоқ, бір жақсы ниетпен өлтірсің. Бола ма? Свечи салса бола ма? Свечи оразаны бұзады. Қайсысы болса да. Гинекологический свеча да бұзады, проктологический свеча да бұзады. Екеуі де оразаны бұзады. Үйде көп проблема болып кетті. Не істеймін? Алланы тапсаң, проблемадан шығудың жолын түсінесің. Белгілі себептермен ерлі-зайыптылар ұзақ уақыт бөлек тұрса неке бұзыла ма? Бұзылмайды. Бөлек тұрса бұзылмайды. Қанша бөлек тұрса да. Бірақ еркек күнәлі болады. Әйелдің ақысын бермегеніне, қасында бөліспегеніне, жақсы сөзін айтпағанына күнәлі болады, бірақ неке бұзылмайды. Тіс емдетуге пломба салуға бола ма? Болады. Үйдің өздігінен көп сықырлайды. Не істеу керек дейді? Мастер шақыру керек, плотник шақыру керек, нені шақыру керек, строительдер шақыру керек, қарау керек. Үйде дефект болуы мүмкін, стенада қисықтық болуы мүмкін, балқашта ұйғылап жатыр, авария деп талып, сол сияқты құлап қалайын деп тұрған шығар. Қараңыз, ал егер үйдің бәрі идеальный, онда да сықырлап жатса, онда үйде жын бар деген сөз. Енді жын бар деп айтсам, қазір шошып бәріңіз ұйықтай алмай отырып, ойбай жын келеді деп. Жақсылыққа жүріңіз, ондай нәрсе жоқ. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп азан айтса, кетеді. Ауызды жауып ұйқыласа бола ма? Болады. Адамыз ғой бәріміз. Ұйықтама, бетпе деген болмайды. Кішкентай балаларды кейбіреулер қинап жібереді. Ұйқыларын қандырмай, жоқ тұрып ал деп, жоқ. Ұйықтаса болады. Шаш алуға болады ма аға дейді. Әлбетте болады. Ауыз бекіткеннен кейін кекірсе дейді. Кекіре бер, бірақ кекірген жақсы емес та өзі, әдепсіздік. Аузын жауып кекіренді. Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыздың алдында біреу кекіріпті. Сөйтіп кекірсе, пайғамбарымыз тоқсың ба не депті. Тоқпын деп тағы кекіріпті. Құдай қаласа аш болып қалма деген екен. Ана дүниеде. Сондықтан өзі қарау керек та, шама келгенше кекірікті басу керек. Аузыңды жауып жатқанда суды дұғадан кейін ішу керек пе, әлде бұрын ба? Бола береді. Бірінші оқып алып, ішіп алып, контрольный тағы дұға оқып жіберсең бола береді. Разница жоқ. Алдынан да болады, артынан да болады, бола береді жаным. Түкірік жұтса ораза бұзыла ма дейді. Жоқ. Қазақстанда сен жалғыз қапсың ғой, жұтпаған, жұта бер жаным. Ауыз бекітуге ұйықтап қалса, ары қарай тамақ ішпей жүре берем да, ниет айтасың. Мысалы, ояндың уже уақыт болып қапты, ештеңе етпейді. Тұрасында ниет еттім ораза деп, тұрмай ақсы жатқан кезде ораза ұстаймын деп ұйықтай беріп алды. Кетті ораза. Қазір бір мәселені айтамын, сол үшін кішкене адам көбейе ма деген мақсатта отырмын. Мынау бір әлем туралы айтқым келіп отыр. Бір әлемге өткіземін сіздерді, бір жақсы әлемге өткіземін. Сосын тыңдаңыздар. Өзі айтылмаған, еш жерде айтпаған бір насихатты бүгін ашып бастаймын. Ең қазаққа жақын жерінен, қазір ең көп болады, хит болатын жерін примерно ойланып соны қосуды жөн көрдім. Өйткені сол туралы аудио-видеолар көп тарап кеткен екен, соны бір шегін қою үшін. Қазір айтам. Емізетін ана ораза ұстаса бола ма? Қарап көрсін жағдайға. Ұстамаса да болады. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ауыз ашар уақытысында асырып ашқан дұрыс па дейді. Жоқ, асырып ашқан жақсы емес, өз уақытысында ашқан жақсы. Бірақ енді болмай жатыр мүмкіншілік. Жолдасың, үлгере алмай жатсың, іштен етпейді, кейін аша бересің. Таңға дейін ашсаң, ертеңге дейін өліп қалмасаң болды, ішсең болды. Бірақ жаңағы әдейілеп кешіктірген жақсы емес. Өйткені сүннетке қарсы оның өзі. Неге пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ауыз ашуға асығыңдар дейді. Сәресіне кешіктіріңдер дейді. Енді сіз асығуды беті ашып жіберме, кешіктірме. Кешіксе не болады? Енді қажеттік болса ештеңе етпейді. Уақытына дейін ауызды бекітіп су ішіп қойса, уақытына дейін ауызды бекітіп, содан кейін су ішіп қойса, қайта бекітсе бола ма дейді. Жоқ, қайта бекітпейсің. Сен су ішкенде аузың ашылмайды. Мысалы, жақсап түсініп берейін, қараңыз, қазір тағы түсінбей жүрмесін. Мысалы, әлі уақыт бекітетін уақыт болған жоқ.
Сіз дұғаны бекітіп, аузын бекітіп қойдың. Содан кейін су ішкің келді. Су ішуге бола ма? Болады, су іше бересің. Одан кейін су ішкенде ашылып кете ме не қайтадан? Сен қайта дұға оқисың. Онда 6 рет ішсең, 6 рет ашып жауып, ашып жауып, ашып жауып, колхоздың полесі емес қой, жыртып былай жауып, чабадан сияқты құдалыққа баратын ашып жауып, жоқ олай емес. Сен бір-ақ рет дұға оқыдың, жетеді сол. Ал қайта іштің, енді қайта дұға оқыпсың, керек жоқ. Сол ішіп жүре бересің уақыт болғанша. Парыз етілген оразадан кейін 6 күн, соған жетейік, Құдай қаласа сол кезде айтайын. Сіз алдын ала дайындалып қылышыңды қайрап, тіс тазалауға бола ма дейді, болады. Ертерек жабуға бола ма? Болады. Намаздан бұрын бала емізсе дейді. Дәрет бұзыла ма дейді? Жоқ, бұзылмайды. Сүт аққаннан дәрет бұзылмайды. Құс союға бола ма дейді? Болады. Оразада бұзылмайды, намазда бұзылмайды. Тек қана қан денесіне, киіміне тисе нәжіс болады. Оразаның мақсаты қандай, ұстаз? Оразаның мақсаты Құранда аятта тұр. Құранның аяты тақуа болсын деп, тақуалыққа келсін деп бұйырды. Яғни адам жақсылыққа бет бұрсын деген сөз ғой. Иттер дворда 3-4 ай сайын туады, балалар қорқады, соларға дәрі беріп қатырып тастаса күнә ма дейді. Жоқ, өлтіруге болмайды. Оның өзінің арнайы мамандары бар, соларға шығасыз, акиматқа шығасыз, телефон бар қолыңыздағы, соған қайырласыз, солар реттейді. Олай өлтіре берсең, бәріміз бір-бірімізді өлтіріп, самосуд жасап, қылмыскерлерді өзіміз шығарып алып, ұрып, тепкілеп, бәріміз өз ақылымызға салып, мен сенен өшін алып, сен менен өшінді алып, бір-бірімізді самосуд жасасақ, онда мемлекетті ыдырап, хаос болады. Сондықтан кім көрдің итті өлтіре берсе, маған ұнамайды, мысалы соседтің иті, оны өліп өлтірсем, содан кейін ол келіп тұрып, менің үйде біреуді өлтірсе, не болады бұл мемлекет? Сондықтан олай істеуге болмайды. Ит зиянды болса, онымен айналысатын мекеме бар. Әркім өз жұмысымен айналысу керек. Сонда дұрыс болады. Жұмысымыз қай мешітте? Арыз келді мешітте. Жұмыс уақытысы таңнан мешіттеміз. Таң намазына 5 минут қалғанда тахаджуд оқуға бола ма? Жоқ, болмайды. Таң намаз келді ғой. Мұрын қанасы ауыз ашылады ма? Жоқ. Аузым берік. Осы айда жүктілік жоспарласам ше дейді. Давай, вперед. Біле тұра 2-3 минут кеш бекітсем саналмай ма дейді. Саналмауы мүмкін. Сен әдейілеп істеп жатырсың. Өзі уақыттан ары қарай ерегіссең, Алланың қойған заңына қарсы шыққан боласың, дұрыс емес. Қызымның бутылкада сүтін, дәмін біліп қойдым, ораза бұзыла ма? Біліп тұрып істесең, бір күн қарыз болып қаласың. Егер білмей ұмытып ішіп жүрген болсаң, ұмытып ішсең, онда бұзылмайды. Ұмыту басқа, байқамай басқа. Намаз оқып жатып, жылап, отқанда мұрнынан су ағып, оны қайта сүртіп, намазды жалғастырып кетуі не болсыншы, мұрныңнан аққанша жылап. Жай мәселенікі жан. Мұрныңнан ағып, көзіңнен ағып, басқа жағынан ағып, намаз болмайды ғой, сен дұшқа түсу керек болады, шомылу керек болады өзі. Баяғыда біреу айтып еді, аяғым терлесе не болады деп, аяғымның арт жағы терледі дейді. Терлепті, іштелетпейді, дәрет бұзылмайды. Қолтығым терлесе дәрет бұзыла ма дейді, бұзылмайды. Арқам терлейтін еді, дәрет бұзыла ма дейді, бұзылмайды. Алдым терлейтін еді, дәрет бұзыла ма? Айналайын, сен саситын болдың ғой, бар шомылса, бар шомылшы айналайын. Душ қабылдашы сен. Сол сияқты. Жоқ, болмайды. Бұзылмайды, бірақ енді, конечно. Тахаджуд намазды оқып, балалы болу жайлы айтып бересіз бе? Алдын ала рахмет дейді. Дұға қыласыз. Алла береке берсін. Бірақ тахаджудты бала үшін оқымаңыз. Тахаджудты Алла үшін оқыңыз, содан кейін тахаджудты дұға қылыңыз. Құлаққа су кірсе ораза бұзыла ма дейді. Құлақтан кірген су асқазанға кіріп кетсе бұзылады, бірақ құлақтан кірген су асқазанға кірмейді, сондықтан бұзылмайды. Он 12 мыңға барып қайтып, 12 мыңға барып қайтып жатырмыз, тамаша. Жүкті әйелге ораза ұстамаса бола ма? Болады, денсаулығы нашар болып тұрса, ұстамай қойса болады. Күйеуім көзіме шөп салып жүр. Оразаның кезінде әр қатынмен жүреді. Татауашылансын, тошқы запитой қоймай ұрыпсың. Жақсы. Қатты қиналып кеттім, жүрегім ауырып жүр дейді. Біреумен емес 3-4 қатынмен жүр. Не істеймін аға дейді. Не бір санағасың ба, не төртеуме үшеуме деп. Енді сен оразада оған бұрылма. Сен сол балаға қарай бұрыл, Алладан сұра, күйеуіңді қарғама, оны жақсы жамандағаннан жақсы бай тауып бере алмаймыз саған. Сол барыңмен Құдай базарын берсін, Құдай өзіне сана берсін. Енді адам өтірік айтып саған сондай харам іс істесе, өз жауабын берер. Өзі бір өтіріктен соң
бір өтіріктен соң шындықтың өзі күмәнді болып қалады. Шынды айтса, ойланып қалса, осы шын айтып тұр ма? Өйткені бір рет өтірікпен көзге түсіп қалдық ол. Ал енді екі өтіріктен кейін, екі өтірік, бір емес екі рет өтірік айтса, онда барша күмәнданғанның бәрі шындыққа айналып кетеді. Ал енді менің негізгі айтайын деген тақырыбым. Негізгі тақырыбымыз бүгінгі хайуан әлемі. Жеке-жеке әрқайсына тоқталып өтетін боламыз. Ит, мысығы бар, аквариумы бар, басқа құстар бар, ауылдағы мал бар. Сол хайуан әлемін сіздерге айтып отырмын. Ең бірінші хайуан әлемін білетін нәрселеріңіз, хайуан әлемі судан жаратылған. Аллах Тағала дабба, бүкіл жануарлардың жаратылысы судан дейді. Алла Тағала бүкіл хайуанды судан жаратты. Енді осы жерде су дегенде таласты, оның ішіне кірмей-ақ қояйық, жалпы судан жаратылған. Енді біздің қазаққа тән хайуан, енді біз жираф емес, өзім пілдерді емес, өзіміз динозаврды емес, өзімізге керек нәрсені айтайық. Ит пен мысық бізде көбінесе айтылып жатыр, осы төңіректе кішкене бір түсіндіріп айтқым келіп отыр. Кейбір қазіргі соңғы біздің қара көздеріміз ит бағып, итке жақын болып, немесе мысық бағып, мысықты сүйіп, оған педигри алып, оған тамақ алып, сонымен әбес болып, сонымен жүріп жатқандар бар. Осы сияқты дүниелердің қаншалықты шариғатымызда орны бар. Енді харам деп, тозақ деп айтпай қояйық, бірақ ол қаншалықты дұрыс, немесе дұрыс емес жері, дұрыс емес болса, нағып дұрыс емес, итті үйге ұстау деген сияқты мәселелерге тоқталамыз. Жалпы ит туралы не айтылады? Ит туралы өте көп келеді кітапта. Ит пен мысық ең көп айтылатын хайуандардың бірі. Ит пен мысыққа енді кітаптар арналған. Итте үлгі бар деп айтсам болады. Иттен бастайық. Ит мәселесінде имам Науауидің еңбегінде итке болған бұл хайуанаттардың ішіндегі итке қатысты мәселеде көп иттің қасиеті керек десе адамда болу керек деп айтады. Соның бүгін шетін бір бастап айтып берейін. Итте 10 жақсы қасиет бар. Осы иттегі 10 жақсы қасиет адамға өтетін болса, онда адам әулие болады. Бізде сол ит құрлық қасиет болмайды кейбір адамдарда. Біріншісі, ит көбінесе аш жүреді. Біз көбінесе тоқ жүреміз. Аш болған сайын денсаулығың дұрыс болады, өмірің ұзын болады, салмағың дұрыс болады, переживанияң аз болады. Яғни салмақ, денсаулығың дұрыс болады. Бір. Екіншісі, ла янаму минал лейли илля қалилан. Өте аз ұйықтайды, өте аз ұйықтайды. Өйткені түнде ұйқысының өзі кем болады. Шын мәнінде біз оразада бір рет осы сәлесіне ерте тұратын шығармыз, көбінесе ұйқыда жүреміз. Яғни ұйқысы аз болған адам зерек болады. Яғни ұйықтама деген сөз емес, жұлып емес, шама келгенше ұйқы басып, нас басып жатқанша адам бала зерек болса, өзіне, денсаулығына, өміріне пайдалы. Келесі, иттің күнінде, бір күнде итті 1000 рет қуып жіберсең де алдыңа келе береді. Адамға бір жаман сөзің өтсе, бір ісің өтсе, қалған 1000 жылдық жақсылығыңды ит ұмытпаса, адам ұмытып кетеді. Бір жаманшылығың өткен кезде адам сол бүкіл жақсылығында ұмытып қояды. Ит ешқашан ұмытпайды. Жуындыңды ішіп отырып ұмытпайды. Келесі, иттің артынан ештеңе қалмайды. Иттің будкасы да қалмайды, иттің заты да қалмайды, ит далада қалып. Яғни сонша бір иесіне жағуды ғана ойлап, дүние жинамайды. Енді бұл дүние жинама деген сөз емес, дүние қоңыз болма деген сөзім. Келесі, аз жерге, кішкентай орынға қанағат деген сөзді біледі. Риза бола алады. Адамдарға да кейде қанағаттық жетпей қалады. Келесі, не шашсаң да, үстіне не лақтырсаң да ашуы болмайды. Қыңсылайды, қайтып келеді. Одан кейін ит ешқашан көп уақытта орнына таласпайды. Қызметке таласпайды. Авторитет болам деп таласпайды. Мен бастықпын деп таласпайды. Доминировать етпейді басқа мал сияқты. Сондықтан иттің осы қасиеті адамға керек. Келесі, жегеніне риза, аузына салғанына риза болады. Сіз бен бізде кейде сол ризалық деген, шүкір дегенді ұмытып кететін жайымыз бар. Келесі, өзімен бірге ештеңе алып жүрмейді. Құранда да ит келеді. Керек десеңіз, бір ит жәннетке кіреді деп айтылады. Кахф өңіріндегі. Сондықтан қазақ халқы итті 7 қазынан бірі деп бөлмеген. Итті көп тәлімді нәрсе бар. Бірақ иттердің достығы кей кезде сүйек бергенде тоқтап қалады. Бірақ біздің иттің адалдығындай кейбір адамда адалдықта жоқ. Иттің денесі, жүні нәжас емес. Осыны түсініңізді. Біздікілер ит көрсе бөлі боқтап, барлығы итті қуып жоғала емес. Кетті, жоғала емес. Иттің жалаған табағы, иттің сілекейі, кәдімгі сылтырап аққан сілекейі киімге, тамаққа,
тисе соны жуу керек болады. Ал енді ит көрсе жаңа теуіп итті қуып жуудың керегі жоқ. Итті сипағанда тұрған жоқ. Ит керек десеңіз үрген. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи дейін үрген деп айтылады. Сондықтан ол ит, оның табиғаты ит, ол үру ит. Бізге жасыратын жоқ, ұлығаны, үргені көп адамдарға ұнамайды. Келесі ит туралы хадистер келеді. Абу Хурайра радиаллаху анху риуаят қылады, бір бұзақы әйел, енді жезөкше деп те келеді. Өліп баратқан итке яки күшікке су алып беріп, оның жәнін алып қалып, киіммен дейді, бір риуаят орамалмен әйтеуір құдықтан су алып беріп, қатты шөлдеп жатқан итке берген кезде оның сол әйелдің барлық күнәсін кешірді деген сөз болады. Ал енді кейбір адамдар ана қара итті көрсең өлтір деген, өйткені ол жын болады дегендей, бас жоқ аяқ жоқша итті өлтіреміз дегенде ол үлкен қателік болады. Әйтеуір ит адамның досы, досың ит болмасын дейді. Иттің етін, майын қолданып жүргенде бар. Бұл қолдануға келмейді, арам болады. Иттің майы, иттің басқа бір органдарын қолдану шариғатымызда рұқсат етілмейді. Енді иттің терісі болса, онда ол иленуменен немесе бисмилля деп атуменен ғана адалдыққа өтеді. Бірақ иттің затын қолдану өзі жақсы дүние емес, дінімізде арам. Сондықтан шамаңыз келгенше иттегі жақсы қасиеттің басын бірін айттым, ертең бұйырса жалғастырармыз. Ораза ниеттеріңіз қабыл болсын, аман болыңыздар, сау болыңыздар.